Ассалаумағалейкум жігіттер, сенен бірге әдеттегі Демей Мансұр. Бүгінгі видеоның тақырыбынан немесе превьюдан көргендеріндей, біз бүгін блэкрашер, ютубер, тиктокер, ошым блогер Ерханның аккаунтына обзор жасайтын боламыз. Бірнесілімізді мен Ерхан. Бүгінгі видеомызда біз Манстың каналында жүрік. Ошым, давай мен саған қазір машинана отырайын, и мен саған ошым өзімнің дайындап болған сұрақтарымды қоямын, біз сені айди бер, и сен сол сұрақтарға жауап беру арқылы ошым осы видеоны аяқтайтын боламыз ғой. Давай. Так, онда мен қазір ашып алайын. Бірінші сұрағым. Ошым, Ерхан, сен осы блэкраша ойынын, қазір түсіріп жүрген блэкраша ойынын қанша жыл ойнап жүрсің общий? Короче, мен 4 жыл ойнап жүрмін. 2020-ның декабрінде ойынды бастадым. Негізі ойын қашан ашылды? То есть ашылған ойнайсың ба? Жоқ. Ойын қашан ашылды? Ойын 2020-ның бір жазында ма, қателеспесем ашылды. Ошым, 3 айдан кейін примерно бастадың, иә? Ашылғаннан кейін. Иә. Ең бірінші серверің қандай сен осы ойынды бастағанда? Пурпл ойнадым. Пурплда. А чё Пурплдан кеттің? Короче, сотрудничествоға кірген кезде маған айтты, новый серверге барасың, таңда деді. Сол үшін кеттім. Айтпесе жүре беретін. Ол жақта менде имущество нормально болды. А сен таңдаған серверің қандай? Москва болды, енді ол қателікпен жасадым. Айтшы қателікпен. Өйткені ол жақта Дональд Трамп деген ютубер болды да, экономикасын бытшын шығарып тастады. Еще мен открытиядан кейін кірдім, яғни сервер ашылғаннан кейін 1 айдан кейін кірдім. И ол жақта мен дамый алмай 1 жылдай ол жақта жүрдім, короче. Путь бамжа түсіріп. Ошым, бірақ сенің негізгі серверің сол Москва болды, иә? Негізі көп уақыт бойы сол көп Москва болды. Жоқ. Енді көп уақыт Волгоград па? Иә. Ну, бірақ көбісі сен Москвада ойнады деп таныды ғой, иди басында. Жоқ. Волгоградпен таныды. Ну ладно. Волгоградтың открытысын бері ойнайсың ба, или тоже содан кейін барып кірдің ба? Волгоградқа Волгоградқа қанша уақыт бойы кірдің? То есть қашан кірдің, қалай кірдің, соны открыт туралы полный айтып берсей. Короче, Волгоградқа открытиядан бастап кірдім. Короче, мен негізі бұған көшемін деп ойламадым. Бұл просто мен видео түсірейін дедім. Открытияға как-то кірем, не бизнес ұстаймын деп. Мен бұл жаққа көшпеймін, мен Москвада ойнаймын деп ойлағанмын. Сөйтіп, короче, не істеймін? Бағана открытияға кірем, бизнес ұстаймын. Короче, открытияға кіремін и 3500 блеккоин саламын открытияда. Яғни 7000 блеккоин болды. 7 ай автокейс ашып 8 миллион ақша көтеремін. И бір бабадан 8 миллион сұрап, короче, 16 миллионға ақша болады менде. Соның 14 миллионына 24-7 нискидағы ұстаймын. Қазір ол жоқ, ол бизнес. Бұрында болатын, короче, нискидің жанында 24-7. Вот соны ұстап алып, короче, сонымен дамып кеттім. Потом уже менеджерден сұрадым, как-то Волгоградқа көшейінші деп. И разрешение беріп, мен Волгоградқа көшіп кеттім. И қазір сенің серверің әлі Волгоград, иә? Иә. Ал жақын таңда кетуде ой бар ма, или до конца ойнайсың ба Волгоград? До конца ойнайтын шығармын, өйткені кеткеннен пайда жоқ. 15 миллиард имуществом бар. Енді сендерде, если 15 миллиард имуществом болса, новый серверге барып қайттан дамымайсыңдар ғой, короче. Шын бөлші блэккоинмен 15 миллиардқа жеттің, иә? Иә. Базар жоқ. Как-то аз донатпен ғой, короче, қатты донат деді. Ал Волгоградтың уже қанша уақыт болды уже ашылғанына? 2 жылдан астам. Енді осы Волгоградқа 35 блэккоин салдым дедің ғой. Енді общий ойынға блэкраштан басталғалы бері примерно қанша теңге кеттің? Примерно нақты білмейсің, конечно, қанша ақша салдың примерно ойынға, осы ойынға? Теңгемен алғанда или рубльмен айтсаң да. Не демейші жел, еркекші. Айтсаң қанша салдың? Примерно айтайыншы. Примерно 10 000 рублей саған шығам. Еркекші? Еркекші. 10 000 рублей? Иә. Мен қатты донатер емеспін, чисто для заттар, керек заттарға ғана саламын. В общем, главный деген вопростарды қойдық. Давайте енді Ерхан сенен осы Волгоград серверіндегі имушкадан бастайық. Давай сен өзің үйіне алып бар. Білем, сен Рублевкада топ-1 дейін бас. Давай кетіп соған барайық. И сол жақта автопаркында полностью көрсеткен болады. Олай сұра берейін, негізі қанша машина бар полностью автопаркта? Фамада ма? Фамада енді личный өзінде. Личный өзінде бір 45 дейма бар. Ал Фамада? Ол жақта 59 машина бар. Тұрған негізі қазір топ-1 семья ма осы Волгоградта? Негізі дамытса не, но мен дәл қазір Фама закрытие. Тек таныстарым, короче. Тек өзің шығасың осы. Иә. Ал Фаманың автопаркі қанша миллиард негізі? Фаманың автопаркі есептемедімші, бірақ 2 миллиардқа жетіп қалды. 2 миллиардқа? Иә. Базар жоқ. Все, мен Ерханның үйіне де келіп жеттік. Оппаны, уже машиналар. Еба, менде FPS кетті ғой да ғой. Мана, бәр Фама. Мана, Бугаттилар тұрсын қарасай.
2 миллиард, 2 миллиардтан вроде көп қой сенде. Может көп, мен санамадым. Ну, полное имущество, конечно, 15 миллиард болса. Тик, тоқта. Полный машиналар примерно бір көрсетіп шыққан подписчиктерге так. Мынақта бізде Хаммерлер тұр, мынақта Макларен емес, қай машина анау? Бугатти, ой, блин, тупой. Бұл жерде бүкіл Бугаттилердің коллекциясын жинадым. Ага. Қазір новыйдан Бугатти шықты, и сол Бугаттиді алу керек, короче. Rolls-Royce'тердің коллекциясы ана жақта. Иә. База жоқ. Так. Бізде Гелик алты, Хаммер алты. Ну, примерно арасында қайсысы саған уникальный, бір екеуін көрсетіп шықсан, по идее. Уникальный. Яқта міне PPS тұр мысалға. Сонда Ferrari, науда неңкі. Кейстікі, қателеспесем. Бұл қымбат тұр ма? Иә, қымбат. SSG-да. Бұл примерно мен 100 миллион алғам, қазір 150 шығар ары кетсе. Вот мынау қымбат тұрады, бұл 200 миллиондай. Sport плюс SSG. Номерлерін өзі қымбат қоналарын. Иә, енді номердің коллекция жинемін. Мынау ДПС, бұл 150 миллион ба тұрады. Мынау Kia Carnival, вот Kia Carnival примерно 250, может 300, может 350 де кетеді. Енді бұл серияда өте аз. Бұл да кейсті. Кейстің енді шыққан кездеріндегі машина. Именно менде Бугаттидің 1 миллиард тұратын Бугатти бар. Анау Бугатти Диво, Бугатти Вейрон, Бугатти Chiron, короче. Неге сондай машиналарың бар да, основной машинаның F90, мынау несіме ұнайды саған анау машина? F90, енді авно болмай тұрып, физикасы әдемі еді. Қазір бұт шықта дәші мен. Иә, сәл жаман қылып тастадым. Оған дейін бұның физикасы әдемі, дәйіс жасайсың, күнде айдауға кәдімгідей кайф машина еді. Сол үшін осын күнде айдайым. Мынақта даже машиналардың артында да машиналар тұр да, оны аяқта уже қараңдар. 200-калар тұр. Раптор дейді, мынақта М8 тұр. Ну, база жоқ. Қанша машина дедім, ұмытып қалдым уже семьяда. 45 дедін, иә? 59. 59, өзінде 45 машина. Өзім машиналарың жоқ па бұл жақта? Жоқ. Чисто фама. Айбай. Ну, мынаяқта еще мынандайлар тұр. Ну, ладно, былай машиналар оншаға таза керек дейді. Былай понятно сияқты. Мына новыйдан шыққан мерсін, өздерің білесіңдер. Номерлерге ше примерно қалай ойлайсың ше? Осы мына машиналардың каждый номеріне общий қосқан кезде қанша ақша прям шығады? Бәрі уникальный. Өте көп. Даже мынаның лишний өзі, по идее, көп тұрады, иә? 800. Негізі бұл 200 миллиондай тұрады. 200 миллион? Иә. Но если мен сатып алған бағамен есеп дейтін болсам, ол 20 миллион. 20 миллион қалдың, иә? Иә. Қазір 200 миллион тұрады. Сен открытиеде алдың ба едік? Открытиеде. Бір адамнан алдым. Че-то... И мынаның номер бар, кезейін. Бугаттиім деді, мына Бугаттида. Вейронда сапсын. Опа-на, бұл қанша миллион тұрады? Бұл да сол 200 миллиондай примерно тұрады. Екеуінің бағасы бірдей примерно. И бұны да мен 20 миллионға алғам. 20 миллионға. База жоқ. В общем, немін десей, открытиеде барлығын алып алып, қазір коллектор жинайтын, в общем. Дәл солай. База жоқ. Тағы да не көрсетіп аламыз аккаунтта. Бизнестер бар ма? Давай, қанша бизнес бар, қандай бизнесі бар? Дәл қазір менде бірақ бизнес. Ол шиномонтажный центр. Күніне примерно 10 миллион, 15 миллион. Қазір финка түсіп кетті. 20-30 миллионға дейін барады финкасы. Заданиесін сөз жүрсің оған күніге? Анда-санда. Одан шығар маршрут. Бай өзі де болмаймын вообще. Негізі максималка сол шиномонтажкада қанша болды сенде бір күндік финка? 60 миллион. 50. Ал қалай общем шиномонтажкадан басқа осындай мықты бизнестер дейді ғой? Қандай ұстадың? Ана открытиедағы 24/7 санамағанда шиномонтажкадан басқа қандай бизнестер ұстадың? Мен СК ұстадым, топ-1 ТК батарея ұстадым, АЗС-тардан ұстадым, ұмыт қалдым уже. Тағы қандай бизнестер ұстадым? Болды уже. Осылар ғана ма? Ал енді мынау үй туралы айтсаң, қанша қалдың бұл топ-1 домда Рублевкадағы? Бұл үйді, короче, 100 миллионға, қателес 150 миллионға ма алдым. И бұл үйге дәл қазір 1 миллиард ұсынып жатыр. 1 миллиард? Иә. Ал семья қалдың, я негізі өзің маманаған алдың? Иә. Өзің үшін алып бердің? Өзім үшін де, семья үшін де. Понятно. Ну, енді топ-1
давайте онда аккаунтты былай полный обзор көрдік деп ойлаймын, былай не бар екен. Енді бір машинаға айдайық барып, и мен саған тағы да бір 4 сұрақ қойып жіберейін, сонымен видеомызды аяқтайық онда. Бір қайсысын айтайын, тоқта, мен біреуін танайыншы, болады ғой, иә. Любойын танысың. Любойын танайын ба, тоқта, қазір мына жақта не бар. Мен мынау ұнап тұр, так, уникальный бітті. Давайте кеттік осы Макларен ба, SSG-мен кеттік. Енді Ерхан осы блогершіда аккаунтын туралы сұрап жатырық. Давайте өзің туралы сәл кішкене информация беріп кетсең. Атын туралы, атын білемізің Ерхан екен, но енді сәл өзің туралы информация давай айтып кет біздің подписчиктерге. Енді атым Ерхан, жасым 19-да, 2006 жылғымын, Шымкентте туамын. Білмейтіндерім болса, көбісі негізі білмейді, Шымкент десем, Шымкентте тұрасың ба, ема мен де Шымкентте тұрамын деп көбісі таң қалады. Негізі сен таныған кездер болып па еді осы подписчиктердің өмірде көрген шығар? Өмірде жоқ. Вообще болмады әлі, иә? Но ойында прям атақтысың, иә, кәдімгідей көріп қалса болды артынан жүгіреді. Ну, енді уже YouTube түсіріп жатқанына да почти 4 жыл болды ғой, почти. Ну, уже даже болып қойды, иә? 5 жыл кетеді. Енді блогершаға негізіне қандай оймен келіп едің, осылай сен ютубер болатыныңды білдің ба негізі? Ол туралы айтып кетсең сәл. Ютубер болатынын білмедім, негізі. Короче, бұл ойынды менің бір дос балам, короче, ұсынды. Короче, осындай ойын шықты, жотам ойнап көрсе, ана мынау дегендей. Ол кезде мен, короче, компьютердегі GTA-ға қызығатын едім, и бұл как-то телефондағы GTA деп айтты да. Мен басында ойладым, короче, жаман ойын шығар деп. И бірінші рет ойнап көрдім, ана кіріп кеттім, кәдімгідей күнде ойнап қызық еді. 2020 ойландыршы, кәдімгідей қыз, білмеймін, айта алмаймын кім ойнады сол кезде, кәдімгі қызық еді. Жұмыс істеп, бірінші гольф алып, BMW E30 алып, короче, дамып, сондай қызық кездер еді. И сөйтіп жүрдім, короче, чисто ойнадым, мен YouTube түсіремін деп ойламадым. Бірақ негізі мен ютубер едім, фривайрдан. Короче, кішкене опыт бар еді да ютубтан. Монтаждан. И мен жүрдім, короче, сөйттім де бір күні контейнер түсіріп көрейінші для интерес. Жотам өтем екен ютубқа қалай болады деп. Сөйтіп, короче, салам бірінші видеомды. И потом ол аз просмотр жинайды, по-моему. И сөйтем де бір күні мен аккаунтым популя банға кетіп қалады. Поск администратора деп. Бірақ мен боқтамадым, білмеймін, короче. Форумға жаздым, шығармадым, короче, сөйттім де новыйдан аккаунт аштым да сол попульдан. И путь бомжа түсірдім. Короче, күнде видео салдым, мен ютубтан қаласында болады, ол видео әлі бар. Короче, путь бомжа түсірдім, сөйтіп видео салып, сөйтіп ютубер болып кеттік қой, короче. В общем, қазір енді қуанасың болса, блогерша ойнан ютуб түсіретініне, вообще былай сотрудничествода барына, или сол уақытқа барғанда басқа жол таңдайтын ба едім, ырзасың ба деген ғой? Ырзамын, басқа жол керек емес, әдем. Но кішкене өзгертетін заттар бар еді. Бар ма жетем ол, конечно, уақыт өткеннен ойланасың ғой. Ерхан аккаунтына бүгін былай шағын мини обзор болған болатын, но өзінің каналынан полный обзорды жағында емес, уже шығып болған еді, может быть осы видео шығам дегенше полный обзорды көрсеңдер болады. Осымен бүгін видеоны біз аяқтайтын боламыз. Ерхан, давай подписчиктерге бір бәле деп қой. Давайте, короче. Каналға тіркеліп, ананы айтпайсың ба? Каналға тіркеліп, лайк басып, короче, комментарий жазып. Всем удачи, давайте.